Қайырлы күн достар, сіздермен Талшын. Бүгін сіздермен өте дәмді үй жағдайында пеште дайындалған кәуап дайындап көрсететін боламын. Өте дәмді, сочный болып шығатын болады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Қажет заттарды төменде жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жаңадан сойылған қойдың етін турап, бөліктерге бөліп, осылай жуып ыдысымызға салып аламыз. Содан соң кәуапты маринаттау үшін осылай 2 кебей қосатын боламыз және жоқалап осылай майдалап, пиязымызды турап, еттің үстінен осылай мыжып салатын боламыз. Мінекей осылай пиязды қолымызбен мыжып, жақсылап, толықтай барлығын салып шығатын боламыз. Одан соң алдын ала дайындап қойған лимонымыздың шырынын осылай етіміздің үстіне сығып шығатын боламыз. Одан соң синкастың ачикасын қосамыз. Қалауларыңызша қоса берсеңіздер болады. Мен осылай 2 ас қасық қолдандым. Одан соң кәуапты маринаттауға осылай кәуапқа арналған дәмдеуіш қосамыз, немесе паприка, тмин салсаңыздар да болады. Қалауымызша тұз саламыз. Жақсылап қолымызбен мыжып осылай маринаттап қоямыз. Бетін жауып 1 сағатқа маринаттап осылай қалдырамыз. Одан соң осылай ағаш таяқшаға тығып шығатын боламыз. Осылай күйіп кетпес үшін духовкада ыстық суға 5 минут салып қойсаңыздар болады. Одан соң барлығын осылай ағаш таяқшаға орнықтырып шығамыз. Мінекей осылай етіміздің барлығын ағаш таяқшаға орнықтырып шығатын боламыз. Майы духовкада ағып, қатты майдың иісі шығып кетпес үшін мен осылай астына пергамент қағазын төсеп қойдым. Сіздер де осылай жасасаңыздар да болады. Қалған көкөністерімізді қоспаймыз. Олардың барлығын алып қалдым, пиязды барлығын. Және осылай қызып тұрған 180 градуста 40-50 минут көлемде пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің кәуаптарымыз дайын. Өте дәмді, сочный, жұмсақ, керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің рецепттерімді жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Менің YouTube арнама және Instagram арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен Талшын, келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.